Сәлем қыздар, мерекелік дастарханға арналған өте дәмді, тойымды салат түрін әзірлейтін боламыз. Алдымен тарелкамыздың бір шетіне піскен етті соломка етіп турап қойып шығамыз. Келесі кезекте піскен жұмыртқаны соломка етіп турап салып шығамыз. Құтыдағы жүгерінің суын төгіп, жартысын салып шығамыз. Маринадталған огурцыйды да соломка етіп турап саламыз. Соломка етіп туралған помидорды саламыз. Свежий огурцыйды саламыз. Соңынан майонезді құйып шығамыз. Мен қолданған әдемі ыдыстар және де декордың барлығын сәнді үй дүкенінен таба аласыздар. Сәнді үй дүкенінің сілтемесін төменде қалдырамын, тіркеліп, жаңа жылдағы скидкаларға үлгеріп қалыңыздар. Дастарханға дәл осылай ұсынсаңыздар болады, немесе араластырып тарелкаға салып, әсемдеп ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Егер видео ұнаса лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!